Ассалаумағалейкум. Еліміздің басты арнасында жаңалықтар, студияда мен Талғат Алман. Осы сағаттарда дәстүрлі Еуразиялық медиа форумға қатысушылар шеберлік сабақтарын жүргізуде. Қазір жиын төрінен жиған мәліметпен бөлісуге арнайы тілшіміз дайын секілді. Достық, қайырлы күн. Жаңалықты өзіңізден білсек. Қайырлы күн, Талғат. Медиа форум қатысушыларын тіркеу осыдан бір сағат бұрын, яғни 12-де ғана басталды. Шетелден келген саясаттанушылар, сарапшылар мен танымал журналистердің бірқатары дәл қазір осында. Біз Үндістаннан келген өкіл Гарри Нандамен сұхбаттасып үлгердік. Қазір сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. The media is growing and it is becoming more and more. Қазақстанның медиа саласы қарқынды түрде дамып келеді. Мен мұнда соңғы 15 жылда бірнеше рет келіп жүріп, электронды медианың тұрақты түрде дамып келе жатқанын байқадым. Менің білуімше, Қазақстанда бірқатар әлемдік телеарналарда көрсетіледі. Жаңа ғана алғашқы шеберлік сағаты аяқталды. Оның тақырыбы халықаралық аренада ел абыройын арттыруға арналған. Ал түстен кейін Ұлыбританияның бұрынғы сыртқы істер министрі Джек Стро үлкен саясатта өмір сүру құпиялары тақырыбында шеберлік сағатын өткізетін болады. Ал журналистерге арналған шеберлік сағаты кешке таман өтеді деген жоспар бар. Жалпы айта кетейік, бұл медиа форум бағдарламасының көп бөлігі ертеңге жоспарланған. Таңертеңгі жаңалықтарда айтып өткендей, бұл биылғы медиа форумға 50 елден 400-ден астам делегат келіп отыр. Талғат. Көп рахмет, Достық. Естеріңізге сала кетейін. Бізбен тікелей байланысқа шыққан менің әріптесім, тілшіміз Достық Талғатұлы. Ал Брюссельде бүгін Ресей НАТО кеңесі өз жұмысын бастайды. Бұл 2 жылдан кейінгі алғашқы кездесу болмақ. Ресей тарапы алқалы жиын өткізуге солтүстік Атлантикалық альянс мұрындық болғандығын айтады. Күн тәртібінде талқыланатын мәселелер қатарында соңғы кездегі әскери альянстың белсенділігі мен Ауғанстандағы жағдай және жалпы әлемге төніп тұрған соғыс қаупі жайы сөз болмақ. НАТО Ресей кеңесін өткізетініміз алғашқы кездегідей тығыз байланысып әрекет етеміз дегенді білдірмейді. 2014 жылы біз өз серіктестігімізді тоқтатқан едік. Дегенмен бұл жағдай арамызда саяси диалог құру мүмкіндігі жоқ дегенді білдірмейді. Брюссельдегі кеңес осының бір реті. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев манифестінде былай айтылады. Өткен соғыстар мен жанжалдардың тәжірибесі көрсетіп отырғандай, өзіңнің қауіпсіздігіңді өзге мемлекеттердің қауіпсіздігіне қысым жасау есебінен қамтамасыз ету мүмкін емес. Сондықтан әскери блоктарға Біріккен ұлттар ұйымының туы астында мемлекеттердің бейбітшілік, тұрақтылық, сенім мен қауіпсіздік жолындағы үшін жаһандық коалициясын қарсы қою қажет. Таяудағы 10 жылдықтың жалпы ортақ міндеті Ауғанстандағы, Ирактағы, Йемендегі, Ливия мен Сириядағы, Украинаның шығысындағы соғыстар мен жанжалдарды және Палестина-Израиль терактілерінен тоқтату болуға тиіс. Корей түбегі, оңтүстік Қытай теңізі, акваториясы және Арктикадағы ахуалдың қауіпінің әлеуетін азайту міндеті тұр. Жаппай қырып жоятын жаңа қару түрлерін жасау үшін ғылыми жаңалықтарды пайдалануға тыйым салатын халықаралық құжат әзірлеп, оны орындауды міндеттеу маңызды деп келетін қадам бар елбасы манифестінде. Мамандар оны қалай бағалайды, қалай қабылдайды? Меруерт Айтқазықызының материалы. Бұл атом энергиясы бойынша халықаралық агенттіктің штаб-пәтері. Көлденең кісіге есігі ашылмайды. Тіпті тілші біткенді маңайына жолату қиын. Ал мамандардан сұхбат алу дегенмен біздің арнаның түсірілім тобына жабық есік айғара ашылды. Қазақстан мен МАГАТЭ арасындағы әріптестік қай кезде де ашық, жариялы және аса тиімді. Төмен байытылған уран банкін қалыптастыруда Қазақстан қауіпсіздіктің ең жоғарғы талаптарын қамтамасыз етті. Жалпы атом энергиясını бейбіт мақсатта қолдану қазір бүкіл әлемнің алдында тұрған мақсат. Қазақстанның бейбіт әлем қалыптастыру бағытындағы бастамаларын экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы да жақсы біледі. Оның ядролық энергия жөніндегі агенттігінің мамандары президент Назарбаев манифесімен жіті танысыпты. Соғыссыз әлем бейбіт өмір аңсаған құжаттың маңызында жете түсінеді. Менің жеке пікірім, бұл мақсатқа бүкіл әлем болып қол жеткізуіміз керек. Бірақ саяси тұрғыда мәселенің байыбына бару өте қиын. Өйткені әр елдің ұлттық қауіпсіздікке қатысты ұстанымдары әрқалай.
Стокгольм зерттеу институтының ғалымдары да құжатпен танысқан, өз пікірлерін айтуға дайын көрінеді. Президент Назарбаевтың манифестте ұсынған бастамаларын толығымен қолдаймын. Сол себепті ядролық қауіпсіздікке қатысты жаһандық саммитті Қазақстанда өткізген дұрыс деп санаймын. Оған еліңіз моральдық тұрғыда толық құқылы. Ядролық соғыс дүниенің соңы деуге негіз бар, және оны жұмыр жер тұрғындары жақсы түсінеді. Бірақ күллі әлемнің тыныштығын бұзуға тырысатындар да бар. Ендігі мақсат манифест маңызын соларға ұқтыру. Меруерт Айтқазықызы, Артем Истомин, Фил Моран, Хабар, Австрия. Тау-кен саласының мамандары енді жұмыс әдістерін аудиторияда емес, тәжірибе жүзінде өндіріс алаңдарында меңгереді. Жылдың соңына дейін Алматыда әлемде теңдесі жоқ біліктілік орталығы ашылмақ. Мұнда оқыту кезінде өндіріс жағдайларын ұқсас орта құрылады. Бұдан бөлек кеніштің үлгісі орнатылады. Осылайша мамандар пайдалы қазбаларды өндіру мен өңдеудің әдістерімен танысып, тәжірибені өз өндірістеріне енгізеді. Индустрияның жаңа технологиялары негізінде ашылатын орталық жылына 1200 маманды оқытуға мүмкіндік береді. Жобаны еліміздің инновациялық технологиялар паркі, автономдық кластерлік қоры мен Маккензи халықаралық консалтингтік компаниясы бірігіп жүзеге асырады. Бүгін тараптар Майнекс Орталық Азия 2016 форум аясында ортақ келісімге қол қойды. Бұдан бөлек жиын барысында айтылғандай, биыл аукционға қосымша барлау жұмыстарын талап ететін аз зерттелген жер қойнауы учаскелері қойылады. На аукцион выставляется... Аукционға қойылатын жер қойнауы учаскелері моноқалалардың маңынан таңдалды. Осы арқылы жұмыс орындарын сақтап қалуға болады. 2015 жылы желтоқсанда өткен аукционда 36 лот сатылып, бюджетке 1,5 миллиард теңге кіріс түскен. Кеше министрлік 101 нысан бойынша жаңа аукцион жариялады. Ол биыл маусым айында өтеді. Мұнымен қоса Қарағанды облысында халықаралық сертификат беретін бірегей зертхана салынбақ. Бүгін елдегі Қазгеология акционерлік қоғамы немістің ДМТ компаниясымен осы жөнінде келісім жасасты. Жаңа лаборатория геология саласындағы қазақстандық сынамаларды сыртқа шығармай, елде зерттеуге мүмкіндік береді. Енді 2 жыл бойы игерусіз тұрған жайылым малы бар, бірақ өріске мұқтаж адамның меншігіне бірден өтеді. Бүгін мәжіліс депутаттары осында ережесі бар заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Жайылымды жерлерді пайдалануда тағы да қандай өзгерістер орын алды? Оны әріптесім Талғат Уәлиден білейік. Қазіргі таңда еліміз бойынша 188 миллион гектар жайылымды жер бар екен. Алайда оның 82 миллион гектары ғана пайдаға жарауда. Тағы 27 миллион гектарының тозығы жетіп, мал жаюға жарамсыз болып қалған. Ал қалғаны жаятын малы жоқ шаруалардың меншігінде екен. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін мәжілісмендер жайылымдар туралы заң қабылдауда. Жаңа заңға сәйкес малы жоқ, жер бос тұрған шаруалар жайылымына 4 түлігіне өріс таба алмай отырған шаруалар келіп малын жаяды. Егер жер иесі 2 жылдың ішінде өз жеріне жаятын малын әкеліп әкімдік өкілдеріне көрсетпесе, жер автоматты түрде малы бар адамның меншігіне өтеді екен. Заң жобасы 3,5 жыл бойы әзірленіпті. Мәжіліс депутаттарының кеңейтілген отырысына енді ғана шығарылып отыр. Халық қалаулылары алыс жақын шетелдердің де заңдарын зерттеп көрдік дейді. Алайда жаңа заңды өзіміздің менталитетіміз бен қажеттілігімізге сай етіп жазып шықтық дейді. Заң жобасы жылдың соңына дейін қабылданады деп күтілуде. Талғат Уәли және Серік Қоңырбаев. Хабар. Жер еміп, жеміс теруді кәсіп еткен оңтүстік қазақстандық диқандар нарықтағы өзгеріске тез бейімделе бастады. Өнімдеріне деген сұраныс артқан соң, озық технологияны тиімді пайдаланып, жеміс жидек өсірудің көлемін арттырып жатыр. Түлкібас ауданында биыл 900 гектар жерге бау отырғызбақшы. Ертеректе мұнша көлемге 1 жылда алма отырғызбаған екен. Тау бөктерлі жайғасқан табиғаты керемет Түлкібас ауданының ауа райы бау өсіруге өте ыңғайлы. Мұнда тұратын азаматтардың дені бағбандар, негізі кәсібі алма өсіру. Ауданда соңғы 9 жылда ғана 1,5 мың гектар жерге алма бау өсірілген. Мына шаруашылық польшалық инвесторлармен бірлесіп, былтыр 40 гектар алқапқа алманың Star Crimson, Айдарет, Галамус және Golden Delicious сорттарын отырғызыпты. Барлығы да Түлкібастың жерінде аудандастырылған көшеттер. Ал биыл тағы 110 гектар жерге көшет отырғызуды бастады. Былтыр егілген көшеттер биыл өнім береді. Әр гектардан шамамен 5 тоннадан алма жинамақшы. Алма келесі көктемге дейін сақталады. Ол және дәмін өзгертпейді, өзінің құрамында тұрады.
Соны жаңағы индустриялық аймақтан 40 мың тонналық тоңазытқыш қоймасын салуды бастадық қазіргі уақытта. Екіншіден жаңағы алманы өңдейтін сол жерден цех саламыз деп жоспарлап отырмыз. Ауданда қарқынды бау егуге басымдылық берілген. Озық технология қолданылған соң әр гектардан орташа 60-70 тоннадан алма жинауға болады. Енді мұнда ескі бауларды бұзып, орнына қарқындысы егу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әбдез Рахманұлы, Нұрмахан Мұсатов, Хабар, Оңтүстік Қазақстан облысы. Елордада жазушы, драматург Абай мен Шәкәрім мұраларын зерттеуге өлшеусіз үлес қосқан Қайым Мұхамедхановтың 100 жылдығына арналған еске алу кеші өтті. Әдебиет өкілдері, ғалымдар қазақтың қайымы туралы ой пікірлерін айтты. Қазақтың мұрасының, әдеби мәдени мұраның қызғыш құсы секілденген қайраткер ел үшін, халқы үшін аянбай еңбек етті. Тіпті Абайдың әдеби айналымға түспеген 31 өлеңін тауып, топқа қосқаны қандай ғажап. Алаш ардақтылар жайында жазғандары бір төбе. Ұстазға шәкірт болып, кейін өзі де ұстазға айналған тұлғаға кіші буынның беретін бағасы да зор. Бірінші анау әнұранның мәтінін жасаса, екінші Абайдың текстологиясын жасаса, үшінші келіп өзі міне профессор, дәріс берген, шәкірт қалдырған адам. Бұл қайсар, қайратты жан. Бұл Мұхтар Әуезовтің әріптесі және шәкірті болды. Сондықтан да осындай азаматқа қазіргі біздің құрмет жасауымыз, ол біздің парызымыз. Әзірге айтарымыз осы, 16:00-де қайта жүздескенше.